Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмыртқасыз, айрансыз, сүтсіз пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керек ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кетемін. Бізге осындай бөлме температурасында тұрған жылы суымыз керек. Жылы суға қантымызды қосамыз. Сосын сұйық майымызды қосамыз. Лопатаның көмегімен немесе венчикпен қантымызды ертіп аламыз. Сосын құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Міндетті түрде ситадан өткізіңіздер, ұныңызды сол кезінде пирогтарыңыз көтеріліп шығатын болады. Ұнымызға 2 ас қасық какаомызды қосамыз, сосын ванилинімізді қосамыз. Разрыхлителімізді қосып, бірінші араластырып аламыз құрғақ заттарды. Сұйықтықтың үстіне құрғақ затымызды қосып, ұнымызды миксермен жақсылап араластырамыз. Осындай шетіндегі лопатаның көмегімен жинап, тағы да бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Осындай сұйықтық пайда болу керек қамырымыз. Алдын ала формамызды дайындап аламыз. Пеште де алдын ала қосып қойыңыздар. Қызып тұруы керек. 180 градуста пісіріп аласыздар. Әркім пеші әртүрлі болады. Бетіне мен осындай грек жаңғағын майдалап турап қосамын. Менің каналымда көптеген оңай қолжетімді пирогтардың рецептісі бар. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, немесе шоколадты ганаш құйсаңыздар болады. Өте әдемі, дәмі керемет болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көре аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалатын пирогтардың бірі.